Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы әнші құм. Қазақ тілі мен әдебиеті бәйшешек оқулығы. 5-ші сынып. Сабақтың мақсаты фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау. Жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу. Значит, сегодня на уроке мы прочитаем с вами текст небольшой, определим тему текста. В письменной работе будем использовать слова, которые характеризуют название. Жаңа сөздермен танысамыз. Төбе, верхушка. В данном тексте будет верхушка песка. Құмның төбесі. Шақырым, километр. Сыр, секрет или же тайна. Ұсақ, мелкий. Құм, песок. Ұқсас, похожий. Жолаушы, путник. Оқушылар жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастырып үйреніңдер. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Ребята, с новыми словами постарайтесь составить словосочетание, предложение. Новые слова запишите в словарь. Мәтінмен жұмыс. Мәтінмен жұмыс жасап, мәтінді тыңдап, тапсырмаларды орындаймыз. Работая с текстом, послушайте текст с переводом. Далее мы будем работать с текстом, выполнять задания по прочитанному, по прослушанному тексту. Әнші құм Жетісу жеріндегі үлкен қалқан, кіші қалқан тауларының қасында жатыр. Поющий песок находится между двумя горами, үлкен қалқан и малый қалқан. Үлкен это большой қалқан, малый, кіші малый қалқан. Құмды төбенің биіктігі 150 метр, ұзындығы 8, ені 3 шақырым. Значит, высота верхушки песка 150 метров. Длина 8 сантиметров, 8, а ширина 3 километра. Оның әнші құм аталуының өз сыры бар. Значит, есть своя тайна, название песка поющий песок. Жел соққан кезде ұсақ құм төмен қарай жылжиды. Когда дует ветер, мелкий песок движется вниз, төмен вниз. Осы кезде сырнайдың дауысына ұқсас әп-әдемі әуен құлаққа естіледі. В этот момент слышится красивая мелодия, похожая на звуки духового инструмента. Ал жел қатты соқса, әлгі әдемі үн реактивті ұшақтың дауысына ұқсайды. А когда ветер усиливается, этот красивый звук становится похожим на звук реактивного самолета. Ушак, ребята, это самолет. Дауыс – звук. Реактивный ушак – реактивный самолет. То есть звук, красивая мелодия переходит в звук реактивного самолета. Жел соққан сайын құм түрін өзгертіп отырады. С каждым разом, как дует ветер, песок меняет
свой вид. Жібек жолының бойында орналасқан әнші құмның дауысын есту үшін жолаушылар алыс-алыс жерлерден әдейі келеді. Чтобы услышать звуки поющего песка, которое расположено на дороге Шелковой пути, специально попутчики приезжают издалека. Әнші құм табиғат ескерткіші ретінде мемлекет қамқорлығына алынған. Поющий песок, как памятник природы, взят под покровительство государства. Ол Алтын Емел ұлттық табиғи саябағының құрамына кіреді. Значит, он, то есть поющий песок, входит в состав национального природного парка Алтын Емел. Бірінші тапсырма. Тыңдалған мәтін бойынша мәтінге ат қойыңдар. По прочитанному и послушанному тексту, ребята, назовите, озаглавьте текст. Можете обратить внимание на рисунок, который вы сейчас видите. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беру арқылы мәтіннің негізгі ақпаратын анықтаңдар. Второе задание. Отвечая на вопросы по прочитанному тексту, определите основную информацию текста. Әнші құм қайда орналасқан? Где расположен поющий песок? Құмды төбенің биіктігі, ұзындығы, ені қандай? Какая высота, длина и ширина песка? Құм төбе неге әнші құм деп аталған? Оның сыры неде? Почему песок назвали поющим песком? В чем его секрет? Әнші құмның дауысын адамдар ненің дауысына ұқсатады? Звуки поющего песка люди с какими звуками сравнивают? Әнші құм неге түрін өзгертіп отырады? Почему поющий песок меняет свой вид? Ребята, ответив на эти вопросы, вы определите основную информацию текста. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма. Әнші құм аталуының сырын сипаттап жазыңдар. Третье задание. Написать, охарактеризовать название поющего песка. Почему песок мы назвали в тексте, называется в тексте әнші құм, поющий песок. Жел соққанда не естіледі? Когда дует ветер, что слышится? Әуен ненің даусына ұқсайды? Звук на что похож? Жел қатты соққанда әуен қандай дауысқа ұқсайды? Когда дует ветер, мелодия на какой звук похож? Құмды қалай атаған? Как назвали песок? Оқушылар, үйге тапсырма 110-шы бетте 9-шы тапсырма. Өлеңді жаттап алыңдар. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі табиғат туралы. Ребята, домашнее задание. На странице 110, упражнение 9. Стихотворение Мұқағали Мақатаева выучить наизусть.
сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.